ата жұмысқа барады, шайын беру керек. Шеттен тұрып, доске шай бересің. Ол маған. Мен келіп болып үшеуінде Алматыдан қонақтар келіп, бір апта шай бердім. Таңертең тұрып, ең бастысы ер адамдар зал болды үйде. Атам мен қайны ағамды, ер жігітті. Арқа ұйықтаймыз екен. Мама Ең қапсызын еш. қапсызын жоқ. Сами по себе. Жездеңді де айтып қой. Ата сонда бір келгенде шай берді. Туған қайнапамыз Қайнапаңның арасында еркелетіп қойды. қайнапа деген қайсы келіп сияқты еркелету керек, подарка алып беру керек. Бір штук туған қайнапасы, бір штук қайнағам бар, сол екеуін разылығын алсам болды. Ата ханым күшті қылып шай құйып беріп жатыр. Шайының түсі деген кәдімгі әдемі ғой. Жайлап ішіңдер, жайлап ішіңдер. Асықтырмаңдар, асықпаңдар. Осының барлығы жақсы болған сияқты. Қалай болды той? Ұнады ма сіздерге той? Жонаға дұрыстап тұрып қойып, ертең ертең көмектесек те ол бізге де қой. Сенбей қара. Сенбей. Сымбат. Балапан отыратын болады. Енді бұрын мына жерде балапанның орны еді ғой. Енді сен мысалы балапанның орнына отырасың, ал балапан уже төрге қарай шығып бара жатыр еді. Арасынан отырмайды. Мысалы, мына екеуінің арасында. Бәрі бір жүрмейді. Иә, мына жаққа Мұстафа отырады, балапан отырады. Мына жақта Аяна мынау, Аянаның коронный местісі мынау. Мынау Қарекеңнің орны. Сосын мына жақта қонақтар отырады, Камиля отырады, төрде мына жерде, ана жерде Төлеген жесең отырады. Сосын мына жерде Алты жеңші екеуміз қатамақтың қамына кірісіп кеттік. Екеуміз екі жақтан серпіп қоймыз. Бат келініміздің келін болып түскелі ең бірінші дайындаған тамағы.